Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді қытырлақ баялды салатын дайындаймыз. YouTube арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып тұрады. Алдымен тауық етін осылай жұқалап тураймыз. Оған тұз, паприка, күнбағыс майындағы сарымсақты қосып, үстіне тауыққа арналған дәмдеуіш себеміз. Дәмдеуішті сеппесеңіздер де болады. Оған соя тұздығын қосып, жүгері крахмалын қосамыз. Егер жүгері крахмалы болмаса, картоп крахмалымен алмастырсаңыз болады. Араластырып, маринадқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Табаға аздап сұйық май қосып, маринадталған тауық етін қуырып аламыз. Тауық еті тез піседі. Баялдыны жуып, қабығын ашып аламыз. Ортасынан 2-ге бөлеміз, әр бөлікті 3-ге бөлеміз. Осылай ірілеу етіп тураймыз. Оған жүгері крахмалын қосып, араластырамыз. Қызып тұрған табаға араластыра отырып қуырамыз. Баялды қызаруы керек. Қызарған баялдыны қағаз сүлгіге қоямыз. Енді жасыл пиязды тураймыз. Одан кейін шалғамды жұқа етіп турап аламыз. Черри қызанағының ортасынан 2-ге бөліп қосамыз. Моцарелла гальбани ірімшігін осылай турадым. Фета ірімшігі немесе фетаксамен алмастырсаңыз болады. Қуырылған баялдымызды қосамыз. Оған тауық етін қосып, татымына қарай тұз себеміз. Салатқа осындай свит чили тұздығын қосамыз. Егер мұндай соус болмаса, майонез қоссаңыздар да болады. Тәрелкеге салатымызды қоямыз. Дәмді салаттардың бірі, бәріңіз жасап көріңіздер. Менің арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше.